Баварияның әрбір ойыны голға толы. Шабуылдары мол, ойыншылары аш. Ал оның қарсыластарына обал, тіпті ол Англиядан келген Манчестер Юнайтед болса да, оған мүмкіндігі жоқ. Сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, есеп 4-3 қой. Үйіме 3 гол сала тұра, неге нашар ойнат деп жатсың деп. Алайда сіздер ойынды көрсеңіздер, менімен келіспеске амалдарыңыз қалмайды. Мына ойынды емін-еркін шай ішіп отырып көре алмайсыз. Себебі тоқтаусыз шабуылдар кез келген футбол жанкүйерлерін көңілсіз қалдырмайды. Бавария Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде соңғы 35 ойында жеңіліс тауып көрмей келеді. Бәлкім мықты командалар келмей жатыр дейсіз. Бірақ Барселона, Интер, Тоттенхэм секілді клубтардың өзі қарсыластық бере алмады. Бүгін біз осы матч жайлы әңгіме өрбітіп, голдар қалай соғылған туралы айтамыз. Біздің демеушіміз ешқашан бәстік биаттық кеңсе. Себебі біз берекелі дүние болған қалаймыз. Сіздермен бірге желі аяқтайынаш және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде арнама жазылып кетіңіз. Ерінбеңіз. Сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Матч басталды. Ойынның 4-ші минутына бұрыштамадан үйтіп келген допты Эриксон ортаға қиып Пелистерге береді. Алайда доп қайта өзіне түскен соң соққы жасайды. Қақпашыдан әдемі сейф. 28-ші минутта Сане nice combination болатындай кейінге береді. Кейін қабырға қызмет атқарып, қайта бергенін Сане тоқтатпай деп еді. Онана бұл жерде Онана емес, Онана болып қалды. Қақпашының қателігі. Есеп ашылды. Қақпашыдан өрескел қателіктеуге келмейтін шығар, алайда соққы ондай қайтаруға мүмкін емес дегендей болған жоқ. Манчестер Юнайтедтің өткен қақпашысы Де Геа да осындай қателіктерді арасында жасап тұратын. 100% гол деген сәттерден құтқарып, гол болудың пайызы аз деген жерден жіберіп болатын. Онананы сол үшін алды ғой негізі. Оның үстіне аяқпен де жақсы ойнайды деп Де Геамен алмастырды. Нәтижесі әлі қатты білініп жатқан жоқ. Тіпті қақпашының өзі де өзін жазғырып үнсіз қалмады. Мен команданы кері тарттым. Менің кесірінен біз ұта алмадық. Қателігімнен кейін команда ойынға иелік етуден айырылды деп ұялмастан ашық түрде айтты. Осы сұхбат үшін құрмет, бірақ бұлай өзін жазғыра берудің де қажеті жоқ шығар. Себебі мынау секілді гол емес қой енді. Шілей олай дейтіндей. 38 минутта алаңның ортасынан допты жалғыз өзі алып келген Мусиала әрең дегенде ортада ашылған Гнабриге тастап кетеді. Ал Гнабри аяқ талғамайтын, гол десе ішкен асын жерге қоятын ойыншы. Арғы бұрышқа түйіп, есепті еселендірді. Бұл жерде Гнабриде емес, Мусиаланы мақтаған келіп тұр. Бойы ұзын, дриблинг жасай алмайтын секілді көрінетін шығар, бірақ аяқтары не деген жеңіл деймінді. Кейіннің өзде ойыннан кейін бұл жігітті әбден мақтады. Жамал өте тамаша ойнады. Жаттығуларда оның қалай жаттығатынын көру, тар жерлерде өзін қалай шығатынын тамашалау қызық, дейді ағылшындық. Голды қалай қайтаруға болар еді? Негізі екі қорғаушының Мусиаладан допты аламауы біртүрлі. Артта келе жатқан Эриксон де солай ойлаған шығар. Сол үшін де Гнабриді жаппаған болар. Әйтпесе сәл ертерек қимылдап алдын жауып қалса, мұндай сәт тумайтын еді. 45-ші минутта Сане тағы да соққы жасап көреді. Бұл жолы соққысы әдемі ұшқанымен қисық. 49-ші минутта 75 миллион евроға сатып алынған Хойлунд енді нәтиже берді. Әдемі пастардан кейін Решфорд Хойлундқа берді. Алыс болса да бақ сынап көрмекші болған Даниялықтың тепкені қорғаушыға тайқып тиіп голға айналады. Ең қауіпті соққы ол доптың төмен бағыт алып шыққаны. Траекториясын түсіне алмайсың. Соққы әлсіз болғанымен қорғаушының үлкен көмегі тиді. Бавария не болғанын түсінбей қалды. Есеп қысқарды 2-1. 51-ші минутта Кимих бұрыштамадан тым алыс көтеріп жібереді. Оны айып алаңына бағыттаймын деген Упамекано Эриксонның қолына тигізіп, командасына пенальти сыйлайды. Нүктеде Кейн. Гол. Қақпашыда ешқандай мүмкіндік болмады. Есеп 3-1. 55-ші минутта Мусиала өзінің жылдам аяқтарымен ортаға дейін сытылып, Санеге әдемі пас шығарды. Бірақ соққысы қақпаның бағанасына тиіп кері қайтып кетеді. Мына жас талантты тағы да мақтағым келіп тұр. Не деген дриблинг мынау? Сұмдық-ай. Оның үстіне ессіз алдай бермейді ғой. Керек кезде пасты да береді. 68-ші минутта дәл сондай эпизод қайталанды. Бұл жолы пасты қабылдаған Кейн, ол да сала алмай қалады. Дәл осы қарқынмен соққы және тағы да соққы. Бавария тоқтар емес. Одан қалса жай соққылар емес. Гол болады-ау деген сәттер ғой. Алайда 88-ші минутта Каземиро таласып, тырмысып, құлап болсын есепті қысқартты. Реал Мадридте ойнап келген мінез деп осын айтты. Қосымша қосылған минуттардың екіншісінде Кимих ортада әдемі ашылған Матис Телді көріп, бірден соған әулет тастайды. Өте тамаша допты игеріп алып, қақпашыға ұстау қиын болатын жаққа теуіп, голдың авторы атанады. Қорғаушылар болса, шаршады ма білмеймін, ұйықтап қалыпты. Шабуылшы оп-оңай жүгіріп өте салды. Естеріңізге сала кетейін. Бұл жігіт 2005 жылғы Бавария құрамында ойнап, Манчестер Юнайтедке гол салып жүр. Ал сенше? Ал менше.
3 минут өткен соң айып соққысында тұрған Бруно Фернандеш айып алаңына пас шығарады. Допқа бірінші жеткен қайтадан сол Каземиро. Гол. Есеп 4-3. Алайда Эмюға тағы да шабуыл жасауға мүмкіндік жетпейді. Өйткені уақыт тым асып кеткен. Соңғы 7 минут ішінде 3 гол көрдік қой шіркін. Тағы да уақыт болса, бірнеше голдар тағы да салынар еді. Ойын деп осын айт, көзге жағымды матч болды. Маусым енді ғана басталды. Бірақ Манчестер Юнайтед осы уақытқа дейін барлық жарыстарда қосалғанда 14 гол жіберіп қойыпты. АПЛ-да осы көрсеткішімен Эмю көшті бастап тұр. Ал матчтың үздігі ол Лерой Сане. Расымен де ойында әдемі көрінді. Тіпті Мусиаланың өзі онымен ойнау қызық деп сұхбат беріп жатыр. Лерой қазіргі таңда ең үздік шабуылшылардың бірі, және ол қазір өз бабында жүр. Мен қуаныштымын, себебі ол менің жандосым. Онымен ойнау қызықты, дейді Жамал бала. Бавария Чемпиондар Лигасының чемпионы болуы мүмкін бе? Әлде Барселона, Реал Мадрид, тіпті Арсенал сынды командалар кубокты көтергізбейін деп тұрмам. Сіздермен бірге Желаяқты Ернаш және оның жүргізушісі мен Беклан. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Амандықта жолыққанша сау, саламат.